істер министрлігінің нұсқауына сәйкес үстіміздегі жылы мына 18-19 қазан күндері республика бойынша, соның ішінде біздің облысымызда жолда қабылдау акциясы өткізіліп жатыр. Жолда қабылдау акциясының бұл жолғы ерекшелігі алдыңғыдай мына қоғамдық орындарда, мына парктерде, скверлерде өткізбесе, біз оны ауа-райына байланысты өзіміздің департаменттің халықтық-кеңседе, фронт-офисте. Бұдан бөлек, екіншісі Нұр Отан партиясының қабылдау бөлімдерін өткізіп жатырмыз. Бізде қазір қалалық аудандар полиция басқарма бөлімдерінің жанында осы халық кеңселері құрылған, солар жерде өткізіліп жатыр осындай қабылдаулар. Бұдан бөлек аудандық жаңағы Нұр Отан партиясының аудандық филиалдарында осы қоғамдық қабылдау орнында өткізіліп жатыр. Бір ерекшелігі мынау халық кеңселерге білмейтін азаматтар да өздері халық кеңсеге басқа жұмыспен келген азаматтар да өздері келіп, сұрақтарын қойып, тиісті жауаптарын алып жатыр қазір.